19 ғасырға дейін ағылшын ғалымдары өз еңбектерін латын тілінде жазған. Ал кейін тіл реформасы болып, ақырындап ғұламалар ағылшын тіліне көшкен. Ал мынау Ломоносов, орыс тілінің реформаторы. Осы кісі орыс тілін біршама шет сөздерден тазартып, предложный падеж енгізіп, тағы да біршама өзгерістер енгізді. Сонда тілге не үшін реформа қажет? Жауап: тіл арқылы әлем де дамиды, ел де басқарылады. Егер барша халыққа жазу ыңғайлы, сөйлеу түсінікті болса, елдің де болашағы зор болады. Ал қазақтар ше? Бұрын қазақ халқының жазуы қандай болды? Араб графикасымен жазсақ, ол қазақ тілінде қалай қолданылды? Осындай ойлар сізде туындады ма? Осындай ойларға тек сұрақ қойып қана емес, сонымен қатар шешімін тапқан қазақ тілінің реформаторы Ахмет Байтұрсынұлы жайлы бүгінгі шығарылымда айтатын боламын. Сонымен, бүгін білетіндеріңіз, неліктен Ахмет Байтұрсынұлын ұлт ұстазы дейді? Ұлт ұстазы қазақ жерін қалай аман сақтап қалды? Ыбырай Алтынсарин Ахмет Байтұрсынұлымен кездескен бе? Неге бүгінгі танымал әншілер Ахмет Байтұрсынұлына шексіз рахмет айту керек? Алаш ордада Ахмет атамыздың рөлі қандай болды? Абақтыда, яғни түрмеде ұзақ отырса да, көп еңбек жазып кеткен Байтұрсынұлының сыры неде? Қазақтың ұлттық әндерін аман сақтап қалған кім? Қызық болса, жайғасыңыздар. Әрбір адамның ойы, талғамы, мақсаты бала кезінде қалыптасады. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ахмет Байтұрсынұлы ауылында дүниеге келген. Бұрын ол жер Торғай облысы, Тосын болысы Сарытөбек атты кішкентай ауылы болатын. Ол кезде Ресей империясының саясаты бойынша қазақтарды жайылымды жерлерден шеттететін, сайлау әділетсіз өтетін. Бір күні сол кездегі уезд бастығы жергілікті халыққа дөрекілік көрсетіп тұрған. Нәтижесінде осыған шыдамаған Ахмет атамыздың әкесі Байтұрсын уезд бастығын қамшымен сабап жібереді. Осыған ашуланған уезд бастығы Байтұрсынды 15 жылға қамауға алады. Кішкентай Ахмет болса 13 жасында осылайша ұзақ жылға өз әкесінен айырылады. Оған қоса олардың әулетінің барлық мал-мүлкін тартып алады. Осыған орай Ахмет Байтұрсынұлының жазған осындай өлең жолдары бар. Оқ тиіп, он үшімде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Кейбіреуі әлі де алашордалықтар байдың балалары деген ойда жүр. Шын мәнінде алашорданың лидерлерінің бірі болған ұлт ұстазы жоқшылықта өмір сүрген. 13 жасқа дейін Байтұрсынұлы жергілікті молдалардан білім алған. 13 жастан кейін әкесінің ағасы Ерғазы оны Торғайдағы 2 кластық орыс қазақ училищесіне апарған. Айтпақшы, сол училищені ашқан Ыбырай Алтынсарин еді. Қызық, е? Ахмет Байтұрсынұлы Торғайға оқуға келгенде Ыбырай Алтынсарин 45 жаста еді. Осылайша ұлтымыздың ұлы бір ұстазымыз екінші ұстазымызға жол ашып берген деуге де болады. Торғайда оқыған кезде ол демалыста үйге қайтпай, пансионда тұрып кітапханадан шықпайтын. Ол әлем әдебиетін, тарихын, географиясын терең зерттеген. Сол кезде Ахмет Байтұрсынұлының көзі бір нәрсеге жетеді. Барлық оқу құралдары орыс тілінде екенін, оқудың орысша бағдарлама бойынша жүріп жатқаны, қазақ балаларына арналған оқулықтар мен әдістемелердің жоқтығын байқайды. Осылайша жас кезінде ол өз өмірінің басты мақсатын табады. 1891 жылы ол мектепті бітіріп, Орынбор қазақ мұғалімдер мектебіне түседі. Осылайша ұстаздық жолға түсіп, 1895 жылы өз оқуын бітіреді. Орынборда мектептің аты Киргизская, яғни қазақ мектебі болса да, оқудың басым бөлігі орыс тілінде жүргізілді. Бүгінгі күні грантта оқыған студент университет бітіргеннен кейін міндетті түрде мамандығы бойынша жұмыс жасап, мемлекет қаржысын өтеу керек. Сол кезде де сондай болған. Орынбор қазақ мұғалімдер училищесін бітіргеннен кейін жас Ахмет 6 жыл мұғалім болуы керек еді. Бірақ ол 6 жыл ғана емес, өмір бойы ұстаз болды. Кейін ол Ақтөбе уезінде, Қарабұтақ ауылында, Аманқарағай ауылында мұғалім болады. Омбы, Ақмола, Семей халық мектептері директорының іс жүргізушісі болып жұмыс істеген. Мұғалім болып жұмыс істесе де, оған қоса газеттерге мақала жазып жүрді. 1895 жылы Тургайская газетада тұңғыш мақаласы «Киргизские приметы и пословицы» жарияланады. Орыс газетінде қазақтар жайлы мақала ол кезде нонсенс еді. 1896 жылы сол газетте қазақ ауылдарына кәсіби дәрігерлер мен фельдшерлер керектігі жайлы жазды. 1896 жылы 29 мамырда Қарабұтақ мақаласын шығарған. Ел арасында Ахмет Байтұрсынұлының беделі өсе бастады. Қазақтар жан-жақтан баламды Ахметке оқуға беремін деп жүрді. 1904 жылы Ахмет Байтұрсынұлын 19 жасар Міржақып Дулатұлы Омбыға іздеп келеді.
Сол кезден бастап олардың ажырамас достығы басталады. Сол жылы екеуі Қарқаралыға көшіп кетеді, ал 1905 жылы Ресей империясында революция болады. Ол кезде Ресей империясының жағдайы мәз емес еді. Халық кедей, жалақы аз болатын. Сол кезде Европа елдері мен ақш мемлекеті қарқынды дамып келе жатты. 8 сағаттық жұмыс, жақсы жалақы болатын. Ал Ресей империясында жалақы төлемейтін, ал жұмыс күні 12 сағаттан кейін болмайтын. Яғни егер сағат 9-да жұмысқа барсаң, кешкі сағат 9-да шығатынсың. Сол себепті Ресей империясында ең бірінші революция болады. Ол кезде Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы Қарқаралыда болған еді. Сол кезде заңгер Жақып Ақбаевпен бірігіп Қарқаралы петициясын жазған еді. Ол петицияда қазақша оқыту жайлы, сайлау процесін өзгерту жайлы, қазақтардан жайылымды жерлерді тартып алғаны жайлы, қазақтардың жеке өз газетін ашу жайлы және тағы да басқа халыққа қажетті талаптары жазылады. 1909 жылы қазақ халқын оятқан 2 кітап жарыққа шығады. Біріншісі Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ», екіншісі Ахмет атамыздың Крыловтан аударған 40 мысалы. Ол 40 мысалды орыс тілінен тікелей аудармай, қазақтың тұрмыс тіршілігіне сәйкестендіріп аударған. Ол аударма әлеуметтік және саяси мәселелерді қозғаған еді. 1910 жылы тағы да айыпталып, енді Қарқаралыдан жер аударылып, Орынборға келеді. Сол Орынборға кейін Әлихан Бөкейхан да, Міржақып Дулатұлы да келген еді. Қазіргі кезде қазақша жазғанда былай жазамыз. Ал Қытай, Пәкістан, Ауғанстан, Иран қазақтары қазақша былай жазады. Олар Ахмет Байтұрсынұлы қалыптастырған төте жазуын қолданады. Қазір ол жазу жайлы қысқаша түсіндіріп кетейін. Мысалы, кезінде орысша латын әліпбимен жазған тренд еді. Что делаешь дегенді былай жазатынбыз. Бірақ кезінде әрбір әріп үшін баланс, яғни ақша алынып отыратын. Сол үшін кейбіреуі ч әріпін 4 деген санмен ауыстырған, ал ш әріпін 6 санмен не болмаса W белгісімен ауыстырған. Көріп тұрғанымызда орысшаны латынша жазу қиындау болған. Себебі бір дыбысты бірнеше әріп арқылы жазған, не болмаса орыс дыбысын белгілейтін латын әліпбиінде әріп болмаған. Ал кейбір әріптер тіпті орыс тілінде қолданылмаған. Біздің ата-бабаларымыз 8 ғасырдан бері араб графикасын қолданып келген. Бірақ сол жазудың алдында мысал келтіргенде кемшіліктері болған. Осының бәрін түзетіп жетілдірген Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы араб жазуының қажетсіз 12 әріпті алып тастаған. Нәтижесінде оның әліпбиінде 24 әріп бір дәйекше болған. Оның 18-і араб таңбалары, 3-і парсы таңбасы, ал 1-і өзгертіліп келген жаңа таңба болған. Ал дәйекше арқылы кейбір әріптері өзгеріп отырған. Нәтижесінде қазақтарда өзінің жаңа әліпби пайда болады. Ал оны қалай және неге ойлап тапты? Ұстаз болып жұмыс істегенде Ахмет Байтұрсынұлы қазақ жазуын балаларға үйрету процесінде кемшіліктердің бар екенін байқаған. Сол үшін де Ахмет Байтұрсынұлы осы салада көп еңбек етті. Нәтижесінде 1912 жылы Орынборда оқу құралы бірінші кітап қазақша әліппе балаларға арналған әліппе жарық көрді. Бірақ жаңа әліппе шығару ол тек бір мәселе. Ал оған қоса оның грамматикасын жазу керек еді. Ахмет атамыз да сол кездері қазақ тілінің грамматикасын жазып кеткен. Біз қазір мектепте оқитын анықтауыш, пысықтауыш және де тағы да басқа терминдерді қазақ грамматикасына енгізген Ахмет Байтұрсынұлы. Уақыт өте келе қазақ төте жазуы латын әліпбиіне кейін кириллицаға көшсе де, оның грамматикасы сақталып келген. Ал қазіргі біздің әншілер, жазушылар, жалпы қазақ жұрты Ахмет Байтұрсынұлына шексіз рахмет айтуы қажет. Неге? Себебі ол шумақ түрлерін, тармақ ұйқастығын және де тағы да басқа өлең шығарудың маңызын зерттеп бізге қалдырып кеткен. Мысалы, еңліктің бір кем дүние өлеңі 4 тармақты шумақпен, 3 бунақты тармақпен жазылған. Бір сөзбен айтқанда қазақ тілін, жазуын, әдебиетін зерттеп, ретке келтіріп бізге қалдырып кеткен Ахмет Байтұрсынұлы. Сол үшін де оны ұлт ұстазы дейміз. Алдында айтып өткенімдей, Ахмет Байтұрсынұлы газеттегі мақалалар арқылы да, петиция арқылы да саяси тұрғыдан қазақтарды әрқашан қорғаған. 1913 жылы болса қазақ газеті шықты. Газеттің қазақ деп аталуының да өз мағынасы бар. Ресей империясында қазақтарды ұзақ жылдар бойы қазақ емес, киргиз кайсак, киргиз деп қайта айтып жүрген. Осыған әбден үйренген қазақ та кей кездері өздерін киргиз деп те атай бастаған. Сол кезде қазақтардың аты қазақ екенін ұмытпау үшін газет атауын қазақ деп қояды. Ол газеттегі мақалалардың көбін Ахмет Байтұрсынұлы өзі жазған еді. Сол арқылы халықты әр салада дамытып, ғылыми, саяси сауатын ашқан. Қазақ газеті Алаш партиясының кейін Алаш орданың басты газетіне айналады.
Ал Ахмет Байтұрсынұлы болса Алаш Орданың көшбасшыларының бірі болады. Алаш Орда құлап кейін Совет үкіметі орнағаннан кейін де ол халыққа көп қызмет етті. Қазақ автономияның шекарасын бекіту кезінде қазақ жерін аман сақтап қалғандардың бірі Ахмет атамыз. Ленинмен жеке кездесіп, қазаққа тиесілі жерлерді дәлелдермен көрсетіп бергенде Ахмет Байтұрсынұлы. Өмір бойы түрме мен айдауда ұзақ жылдар болғанымен, ол көп еңбек жазып кеткен. Оның сыры бос жатпау. Қай жерде болса да қолына қағазы мен қаламын алып еңбек еткен. Тіпті қазақ музыкасының сіңірген еңбегі көп. Бәрімізде Затаевичтің қазақтың 1000 әні мен қазақтың 500 әні мен күйі атты еңбегі бар екенін білеміз. Сол Затаевичке қазақтың көптеген халық әнін шырқап, сөздерін тіпті ноталарын қалдырып кеткен Ахмет Байтұрсынұлы. Затаевич және замандастарының сөзіне қарағанда Ахмет Байтұрсынұлы домбырада, пианинода, тіпті скрипкада ойнай алған. Бір өкініштісі 1937 жылы ұлтымыздың ұстазы жалған айыпталып репрессияға ұшырайды. Айта берсек, Ахмет Байтұрсынұлы жайлы айтар сөз көп. Осы шығарылымның мақсаты сіздерді ұлт ұстазымен таныстыру және де қызығушылықты ояту.